намазда жігіттер рукух деген нәрсе бар ғой, рукухқа барған кезде осы жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрғандығы бар ғой, 90 градусқа тұратын болған. Бізде көбінесе осыны рукухқа көп жігіттер дұрыс бармаймыз әлі. Осыны жайлап үйрене берейік деп жатқанымыз ғой. Қараңыз, бізде жігіттер не тізені бүгеді. Байқайсыздар ма? Тұрған кезде былай тізені бүгеді. Бір жеріңді бүктің ба, болды енді, бәрі жерің бірақ бүгеді. Или 90 градус шықпайды. Тізені бүгеді, былай тұрады. Кейбір адамдар. Кейбір адамдар тізені түзу ұстайды да, қолы былай бар. Рукухқа былай тұратындар бар. Біреулер бар, енді екеуін де бүгеді, шаңғышылар қазір. Алға емес, сырғанап кететін адам сияқты тұрады да. Осыны айтады. Кімде-кім дені сау адам да, дені сау адам. Мына қолы, аяғы, денесі солай Алла Тағала рассчитанный қылып шығарғанда, мына қолың, аяғың, белің түзу болатын болса, сенде өзінен өзі мынандай 90 градус шығады. Кез келген адамда. Енді анау Дарвиннің ішінде анау маймылдан біреуге қалып бүйтіп тұрмаса, қол түзу біреулер ғой аяғы. Маймылдан жаралғанбыз дегенде. Міне, қараңыз, қол түзу тұрса, аяқ түзу тұрса, бел түзу тұрса, міне 90 градус шығады. Одан кейін денеңізді кішкене алғарай итерсеңіз бар, олай жылыстаңыз. Бұлай түсіндіре алдым ба? Бұлай. Сахабалар айтатын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба түнгі намазға тұрып қалады да, сонда айтады, рукухқа бардым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына қиямда тұрған кезде қанша уақыт намаз оқыды? Қырағат оқыды. Рукухта сондай уақыт тұрды, менің балтырым жарылып кете жаздады дейді. Біздің балтырларымыз ешқашан ауырмайды. Неге? Біз күш түсірмейміз да, былай тұрамыз. Енді сіздер қазір көріңіздер, байқап, бүйтіп тұрып, кішкене алғарай жылысып көріңізші. Мына жері тырысып қалады. Мынау тырысады. Бірақ осы неге пайдалы? Неге пайдалы? Біздің белдеріміздің бар ғой, қазір байқайсыздар ма, біздің жігіттер отырған кезде де бүйтіп отырамыз уже. Отыратын жерлерде де бүйтіп отыратын қоғамыз уже. Былай. Жүрсек те өзі солай да. Осының бәрі осы дұрыс қимылданмағаннан да, мына беліңізді кәдімгі қайқайтасыз ғой, мына неден тұрса, рукухта тұрған кезде белін қайқайтасыз ғой, басында кәдімгі белін қалады. Өйткені оған үйренбеген. Біз бұлай бүкірейіп үйренгенбіз да, бүкірейіп. Және алғары кетсеңіз, бұңдар аяғыңызға кәдімгі анау аяғыңызға бар ғой, тренировка ғой былай шыққан кезде ше. Сәждеде де біздің жігіттер барған кезде бұлай беліміз бүкірейеді. Осыны кішкене беліңді түзу ұстап, бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы негізі. Белді түзу ұстап, қараңыз. Бұлай баратын болсам, міне. Белді түзу ұстасаңыз. Негізі намаздың қимылдары бар ғой, таза жаттығу ғой негізі. Дұрыс істесек. Бірақ бұл намазды жаттығу үшін оқылмайсың әлбетте. Бірақ намаз оқу, қараңыз, ислам деген нәрсе сол. Намаз сіздің екі дүниеңіз үшін де пайдалы. Ақыретіңіз үшін де, мына дүниеңіз үшін де. Ораза да сіздің ақыретіңіз үшін де, мына дүниеңіз үшін де пайдалы. Денсаулыққа деп айтқаным ғой. Түсіндіре алдым ба? Осындай нәрселер жай. Енді бірақ оны дұрыс түсініңіздер. Егер бүйтіп тұрса намазың қабыл болмай қалады екен деген нәрсе емес. Бұл сіздің денеңіздің мықты